Баршаңызға қайырлы күн оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін сіздерге керемет, ең қарапайым, ерекше пиццаның рецептімен бөлісемін. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Алдымен ыдысымызға нанымызды осылай ұсақтап қолымыздың көмегімен турап аламыз. Неке осылай барлық нандарымызды турап шығамыз. Осылай ұсақтап турап алдық. Енді келесі кезекте ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Тұз, қара бұрыш азырақ қосамыз. Және де паприка болса, паприка қосыңыздар. Болмаса, қоспай қойсаңыздар да жарайды. 1 қасық паприка. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне тураған нандарымызды саламыз. Енді табамызды қыздырып, пиццамызды пісіреміз. Табамызды кішкене қыздырып алдық, ішіне азырақ май құйдық. Енді үстіне нанымызды саламыз. Үстіне мінекей нанымызды салып, барлық жеріне жайғастырып шығамыз. Табамызға салып шықтық нанымызды. Енді 10-15 минуттай кішкене бетін жауып, баяу отта пісіріп аламыз. Енді нанымыз піскенше, енді бетіне салатын салмасын дайындаймыз. Салмасына мен осындай шұжықты қолдандым. Қасына қызанақ қоссаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша түрлі нәрселер қосуға болады. Менде балалар осы шұжықты сүйсініп жейтін болғандықтан осылай шұжық қосып жатырмын. 10-15 минут өткен соң бетін ашып, келесі бетке аударып пісіреміз. Осы тарелканы қойып, келесі бет аударып аламыз, сосын сковородкамызға қайттан саламыз. Келесі бетке аударған ноқтада астына кішкене май құйып жібереміз. Осылай аударып алдық. Енді арғы бетін салып пісіріп аламыз тағы да 10-15 минутқа. Қамасын дайындап қойдық. Осылай шұжықты майдалап турап алдық. Сырды үкіштен өткізіп алдық. Енді бетіне 1 жұмыртқаны алып, үстіне азырақ сүтімізді құямыз. Тағы да жақсылап араластырып алып, шұжығымызды саламыз. Енді осы шұжығымызды пісіп жатқан нанның бетіне құямыз. Енді осы шұжығымызды бетіне құйып шығамыз. Біркелкі барлық жеріне жаямыз. Қасықтың көмегімен жайып шығыңыздар осылай. Енді бетін жауып 10-15 минутқа тағы да пісіріп аламыз. 10 минуттан кейін бетін ашып, кішкене жұмыртқасы піскеннен кейін үстіне сырымызды саламыз. Бетіне сырымызды салдық. Кішкене сырымыз ерігенше бір 8-10 минуттай бетін жауып, кішкене пісіріп аламыз. Мінекей пиццамыз дайын болып шықты. Енді кесіп көрейік. Өте жұмсақ, керемет болып шыққан пиццамыз. Арасы осылай шыққан. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Үйлеріңізде қатып қалғаннан болса тастамай,
дәл осы рецептпен балаларыңызға пицца жасап беріңіздер. Өте оңай, көп уақытыңызды алмайды, жылдам дайын болатын дәмді пицца. Енді дәмін көрейік, балаларға ұсына беруге болады. Өте әдемі болып шықты. Мен болған қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанында қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.